Үсенова Закура Көкөбайқызымын. 84 жастағы әжелерімін. Менің туған жерім Аягөз қаласы, жоғарғы оқу орнын мен Алматыдан бітірдім. Менің 10 жасымда полигон басталды. Сол кезде анау дегеленде жүріп жатқан дүмпір біздің мектептің терезесін сылдыратып, астымыздан дүмпу естілетін. Ол жақта аурулар өте көп. Полигоннан туған аурулар менде де өте көп. Менің бар туысқандарым, жасы бар, кәрісі бар, осы онкологиядан қайтыс болды. Менің жалғыз бауырымнан 2 ұл бар, солармен қатысам. Онан кейін әкемнің інісі Кәрім ағаның балалары бар. Онан кейін Ысқақ ағаның ұл қыздары бар, солармен қатысам. Бірақ өзімнің әулетімнен мен жалғыз өзіммін. Менің туыстарымның бәрін полигон жұтып алды. Полигоннан көрмеген қорлық жоқ. Бірнеше аурулар, мен өзім ауырамын. Бірақ енді осы 84 жасқа келіп отырғаным, Алла тағалам бір үлкен әулеттен қалған жалғыз шығар деп, жасын беріп отырған шығар, мына жаратушым деп ойлаймын мен. Сол өзімнің басымнан кеткеннен халықтың басындағы мәселесін полигон туралы толғауды жазып едім, сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамын. Полигон туралы толғау. Япырмай қайран қалам түсін алмай, уа халқым көңілің ақ сен қонақ жай, қоң етін кесіп берген қонағынай, жалғызат тағы кеткен жай сыйынай. Сахараға қонағыңның көзі түсті қызығып, ақылдасты қонақтарың бәрі әркез жиылып, дүйім сөздің толықтай бір түйіні осы жерде атомдарда сыналып. Біліп болар сынақтардың кесірін, ойлады енді жүргізуге жасырын, іш пікірі ішінде кірді бір күн түсіне, Абай Мұхтар өскен жер. Бірақ түнде ат ойсап, бұйрық берді көшіңдер. Қайран ел жылай-жылай көше барды, қиялмай жүректері оттай жанды, шара жоқ бұйрықты кеш қалдыруға, шүйілер қара тұман барлық ұлға, ендеше тұтқақ акім болар тұлға. Адамдар мекендерін тастап кетті, сынақты іле-шала бастап кетті. Жойқын көз жер ананы тілімдеді, қиналып жан дүниесі дірілдеді, індеті әп-сәтті оны көтеріліп, жан-жаққа таралғаны білінбеді. Жер ана бәрін осы сезінеді, сынақтан жаны түршіп безінеді, тездетіп полигонды тоқтатпаса, адам мен жан-жануар бар тіршілік індеттің тырнағына ілінеді. Сынақтар дүркін-дүркін қайталанды, денесі жер ананың отпау жанды, бұл тұста қалмаған соң еш амалы, адамға мына сөзді қайталады. Жердің үні енді жер айтады. Ана едім бұл әлемде тірілердің бәріне, менен алды өміріне керегінің бәрінде